Құрметті оқырмандар, бүгінгі ақпараттық сағат тәуелсіздік алу жолында еңбек сіңірген қоғам қайраткері Міржақып Дулатұлы жайында өздеріңізбен ой бөлісуді мақсат еттік. Себебі 2020 жылы қараша айында Міржақып Дулатұлының 135 жылдық мерейтойы. Қазақтың аса көрнекті ағартушысы, қоғам қайраткері, ақын, жазушы, көсемсөз шебері, халықтың қошеметіне бөленген Міржақып Дулатұлының өмірінен және қызметтік жолынан деректер ұсынамыз. 20 ғасырдың бас кезінде қазақ даласындағы күрделі қоғамдық әлеуметтік жағдайды өз шығармаларында айқын танытқан сөз шеберінің бірі Міржақып Дулатұлы. Ақын 1885 жылы 21 қарашада Торғай уезінің Сарықопа болысының бірінші ауылында, қазіргі Қостанай облысының Жангелдин ауданында, Қызбел ауылында дүниеге келген. Алғашында ауыл молдасына хат танып, кейін Торғайдағы орыс-қазақ мектебінде білім алып, ауылда бала оқытады. 1904 жылы Омбыға қоныс аударып, осы қалада Ахмет Байтұрсынов, Әлихан Бөкейхановпен танысады. Міржақып Дулатұлының тұңғыш өлеңдер жинағы 1909 жылы «Оян қазақ» деген атпен шықты. Бұл кітап қолдан қолға тез тарап, аз уақыт ішінде ақынның есімі танымал болды. Өзінің алғашқы өлеңдерінен бастап туған халқының тағдырындағы қиындықтар мен ауыртпалықтардың сырына үңіліп, оның әлеуметтік тамырын әшкерлеуді мақсат еткен ақын Міржақып Дулатұлы «Оян қазақ» атты тұңғыш өлеңдер жинағында былай деген: «Көзіңді аш, оян қазақ, көтер басты, өткізбей қараңғыда бекер жасты. Жер кетті, дін нашарлап, халық харам бол, қазағым енді жату жарамасты» деп өлең жолдарын бастайды. 1910 жылы «Бақытсыз жамал» атты романы жарық көрді. Міржақып Дулатұлының «Бақытсыз жамал» романы 20 ғасырдың басындағы қазақ әдебиетінің бұл жанрдағы тұңғыш жетістігі, тұңғыш романы болды. Бұл романның негізгі идеясы әйел теңсіздігі, әйел тағдыры. Роман алғаш жарық көргеннен бастап қазақ әйелдерінің бас бостандығының басшысына айналды. 1913 жылы Орынборда «Азамат», ал 1915 жылы «Терме» атты өлеңдер кітаптары басылып шықты. Ақын өз өлеңдерінің басты тақырыбы ел тағдыры болды. Бұл жылдары Міржақып бірқатар мақалалар мен фельетондар жазды. 1922 жылы Ташкентте 2 бөлімнен тұратын есеп құралы оқулығын бастырды. Балқия газетасын жазды. 1913-1918 жылдары Орынбор қаласында қазақ газетінің бас редакторы Ахмет Байтұрсыновтың орынбасары болды. Кейіннен алаш қозғалысының жетістірушілерінің бірі болып, 1917 жылы Орынборда өткен бірінші және екінші халықаралық съезіне қатысып, алаш партиясының бағдарламасын. Міржақып Дулатұлының шығармаларының негізгі мазмұны халықты оятуға, тәуелсіздікпен күресуге шақырған мазмұндар болды. Сол себепті де кітап тұтқындалып, авторы қуғынға ұшырады. 1920-1922 жылдары Ташкентте Ақжол газетінде қызметін жалғастырды. 1911 жылы 7 маусым күні Семейге келген жерінен Міржақып Дулатұлы тұтқындалып, 19 ай қамауда отырды. Сөйтіп, әйел теңсіздігін жоқтаған, өз заманындағы озбырларды әшкерелеген Міржақып Дулатұлы 1935 жылы Сосновск станциясындағы жазалау лагерде ауыр науқастан көз жұмды. Міржақып Дулатұлы туралы көптеген фильмдер жарыққа шықты. Өмірден өтсе де Міржақып Дулатұлының рухқа толы жалын жырлары ел есінде мәңгі жаңғыра бермек.